Ey! Тұрыңдар. Осылай жата бересіңдер ме? Сағат 5-тен кетіп қалды. Аман ата, жата тұрайықшы. Не аман ата? Қазір тұрмасаңдар бар ғой, жаман ата болады. Білесіз бе, түс дегеніміз бостандықты сезінетін бір ғана уақыт. Адам түсінде ғана қалағанын жасайды деген екен Бернард Вербер. Қазір мен қалағанымды жасайтын болсам бар ғой, мына сендерге жаман болады, білдіңдер ме? Тұрдық. Тұрамыз. Мен сендердің ана берберлерін білмеймін. Бірақ олар туғанға дейін біздің қазақ. Ерте тұрған әйелдің бірі сартық, ерте тұрған еркектің ырысы артық дегенді айтып қойған. Онда арманның бірі сартық, менің ырысым артық болып тұр. Бұрып сынсындыра мұқтың ба? Аузыңа ие бол. Қойыңдар, шартты мұттыңдар ма не, екеуің енді бірігіп жұмыс істейтін болып келістік емес пе? Болды да, қалжың ғой. Болды? Болды да, тұрамыз. Тұрыңдар енді. Сұраған ақшаларыңды бердім. Енді екеулеріңнің бірігіп істеген істеріңнің нәтижесін көргім келеді. Тұрыңдар. Міне, тұрдық. Сәуле? Ай, Сәуле! Мынауың қайда жүрейін? Ағай! Басың сый ма? Не істеп жүрсің? Сәлеметсіз бе, кешіріңіз. Лотерея қарап жатқам, Сандуғаш апай айтқан, лотерея қарап бүгін сен ұтасың деген. Қандай Сандуғаш апай? Ой, анау ше сіздердің көшеде тұратын. Өзі балгер ма, көріп келме? 5-ші сан шықты, ағай! 5-ші сан? 6 санның ішінен 5-еу шықты. Тура Сандуғаш апай айтқандай. Жарайды, мен кеттім. Түстен кейін қант пен май келеді. Соны айтайын деп келгем. Жарайды, ағай. Мына жерге қара. Иә. Бір нәрсе жоғалса жалақыңнан ұстаймын. Жарайды, ағай, бірақ рез көріп жіберейікші. Балгер? Балгер көріп кел. Арман, жұмысты бастамас бұрын дұрыстап келісіп алайық. Мен сенімен жұмыс істеуге құлшынысым жоқ. Мына сөйлесіп отырғанымыздың өзі маған жеркенішті. Мақсат, сенімен сөйлесуді өмір бойы армандап жүрген адамдай айттың ғой. Сенің түріңді көрудің өзі жек көрінішті. Білесің ба? Тек аман ата үшін ғана айтпесең. Қысқасы былай. Бастаған ісімізді аман есен бітірейік. Содан кейін аман ағамызбен есептесеміз. Содан кейін екеуміздің жолымыз екі бөлек. Бәс әрі қарай жалғасады. Ал капитал теңдей бөліп аламыз. Сосын барлығы біткен соң, сен менің еденімді жууға дайындала бер. Сен маған ондай артық әңгіме айтпай қой. Қысқасы, біз жай ғана серіктеспіз. Сен не? Өзіңді менің досыммын деп есептеп жүрсің бе? Қойшы, біз серіктеспіз. Уақытша серіктеспіз. Уақытша серіктеспіз. Тек аман ата үшін ғана. Жарайды. Келістік па? Келістік. Онда былай. Сандуғаш апа! Не дейсің? Сәлеметсіз бе деймін. Сәлематсың ба? Кел, төрге шық. Отыр. Айқайлайым, естімейсіз ғой. Заттыбектің жаңа әндері шыққан ғой. Соны тыңдайын деп трансқа кіріп кетпін. Не болды? Тағы бірдеңеге ақша жинайын деп жатырсыңдар ма? Ақша жинап жүрген жоқпын. Бала аштырайын деп едім. Болашақты білейін деп едім. Кімнен?
Өзіңнің бе? Әрине өзімнің. Енді ауылдың деп отырсыз ба? Бірден түсінбеппін ғой. Қазір. Мен сенің барлық басыңнан кешкеніңді айтып беремін. Ой, апа, бір көшеде тұрамыз ғой, менің бала кезден бәрін білесіз ғой. Иә. Енді не? Жұмысым туралы, байлық туралы, ақша туралы білейін мен. Байлық дейсің бе? Иә. Түсінікті. Не деп жатыр? Байлық дейсің бе? Негізі үлкен бір байлықтың және бақдәулеттің көз көрініп тұр. Қайда? Бізде ауылда. Ауылда? Иә, біздің ауылда. Үйдің адресін берінші маған. Оны ешкім білмейді. Әйтеуір, ауылда үлкен қазына бар екенін көріп тұрмын. Бірақ оның ауыл тұрғындарының ешқайсысы қайда көміліп жатқанын білмейді. Ол менің де көзімнен таса болып тұр. Болды. Тастар басқа ештеңе айтып тұрған жоқ. Апа, тағы да бір рет көрші. Әкімшіліктің қасында болу мүмкін ба? Қайда екенін білсем мен саған айтамын ба? Әйтеуір ауылдың аймағында екені көрініп тұр. Болды. Жарайды, мен кеттім. Бір фляг су беріп жіберем. Бәрі чики-чики болады. Ой, бұл Болмайтын сияқты. кішірек үлкенді өздеу керек. Мен де солай ойлаймын. Кеттік. Мағалай. Жақсы. Болатын сияқты. Жолдың бойында. Өте қолай да. Кеттік, есімен сөйлесек. Қалайсыңдар жігіттер? Жоқ, қойсайын. Қалайсыңдар? Жақсы, отыра беріңдер. Я жігіттер, не шаруа? Ғибараттың иесі кім? Не істейсің оны? Шаруаңыз қанша не істейтініңізді жай сұрап тұрмыз ғой. Қызық екен сол. Ал мен оның иесі. Сіз ба? Мына ғимаратты жалға алсақ деп едік. Не үшін? Бизнес ашайын дегенбіз. Бизнес? Сол үшін бе? Онда оның иесі мен емес. Кім сонда? Оның иесі бір жаман туған деген бір кісі. Кім? Жаман туған. Жалпы жігіттер мен сендерге бір кеңес берейін. Бұл жерде бизнес ашпай қойыңдар. Бәрібір жүрмейді. Бауырым, сен қызық екенсің, Біздің қандай бизнес ашайын деп жатқанымыз білмей жатып, қалай бол жей салдың? Өйткені бұл жердің иесінің жолы өте ауыр адам. Не істесе де жолы болмайды. Өзінің сондай бір нашар қасиеті бар. Тойға барсақ, ертесінде жас жұбайлар ажырасып кетеді. Бір жерге жұмысқа тұрса, сол жер банкрот болады. Bir үйге барса, сол үйдің светі өшеді. Солай. Сонда қалай өмір сүреді? Сол жүрек қаңғырып, я жұмысы жоқ, я досы жоқ. Қазір ауылдағылар оны қонаққа шақыруды да қойған. Неге? Ой, жол болмайды деген бір жұқпалы ауру сияқты ол. Ана бәлесі жоқ кетер деп, оған ешкім жол ақысы да келмейді. Қайдан тапсақ болады ол адам? Кімді? Жаңағы жаман туған деген адамды. Қазір сағат неше болды? 11-ден кетті. 11-ден? Ол ана жерде қазір карта ойнап отыр. Жігіттер тездетпесеңдер, бар ақшасын ұтылып қазір ренжіп ешкіммен сөйлеспей қояды. Жарайды. Жақсы сонда. Айтпады демеңдер жігіттер. Бұл жерде бәрібір бизнес ашуға болмайды. Неге? Ой, біздің ауылда қазір
бизнес ашу деген дұрыс емес қой. Неге дұрыс емес? Адам аз, клиент жоқ. Жігіттер, негізі жүрмейтін зат жоқ. Жүргізе алмайтын адам бар. Естеріңде болсын. Жақсы, рахмет жігіттер. Не болған? Мүлде қол жүрмей кетті. Біздің іздеген адам осы сияқты. Ағалар, ассалаумалейкум. Уағалейкумассалам. Жаман Тоған деген ағасыз ба? Иә? Не болып болды? Сізге бір әңгіме бар еді аға. Сендерге де қарызым ба? Жоқ аға, сол қарыздан құтылу жолдар жайлы сөйлесек деп едік. Иә, мен қазір. Аға, ана жолдың бойында тұрған ескі ғимарат сіздік ме? Иә, менікі. Соны жалға алсақ па деп едік. Енді ол, мына сендер айтқандай, бұлай ескі емес, иә, ескі емес. Сонда қай жыл салынған? 60-шы жылдар ғой деймін, иә. Иә, ескі емес екен. Жақсы, енді аға, айына қаншаға бересіз? Айына 100 000 теңге. Қанша? 100 000, иә. Аға, былай ғой, ол енді ескі ғимарат. Ішіне жөндеу жұмыстарын жасауымыз керек. Айына 10 000 берейік бола ма? Қанша? 10 000. 10 000. 10 000? Жоқ, жігіттер. Ол бұлай тұра берсін. Аға, тоқтай тұрыңыз. Тұра тұрыңыз. Былай істейік. Мынау асық. Осыны лақтырайын. Егер де сіз ұтсаңыз, біз 100 000 теңге береміз. Ал егер біз ұтсақ, онда 10 000 теңге береміз. Келістік пе? Келістік. Жарайды. Онда сіздікі қай жақ? Менікі бүк. Біздікі? Шік. Өйткені бұл жердің иесінің жолы өте ауыр адам. Не істесе де жолы болмайды. Өзің сондай бір нашар қасиеті бар. Жарайды. 10 000 теңгені қазір берсеңдерші. Жақсы аға, әр айдың осы күні 10 000 теңгеден беріп тұрамыз. Келістік па? Келістік. Уәде ғой жәке. Уәде. Болды да. Ал, іске сәт. Ай, Тұрсынбай, маған да таратыңдар. Бүгін жолым болатын сияқты. Ғимараттың мәселесі шешілді, енді жөндеу жұмыстарына кірісейік. Ал, жігіттер, келістік қой. 3-4 күнде бітіріп берсеңдер, келіскен ақшаларымды берем. Жарайды. Көрейік. Бірақ мына жерде жұмыс көп. 3-4 күнде бітіру мүмкін емес сияқты. Мүмкін емес. Бұлай ғой бауырым. Оптимистер шатыр құласа, шатыр ұстайды. Ал пессимистер басын ұстайды. Түсінікті ма? Ал, жұмыстарыңа сәттілік. Мақсат, кеттік. Өзіміздің жұмысқа кірісейік. Иә, кеттік. Мә, жүр. Жақсы, іске сәт. Аналар күректі алып қайда кетіп барады? Мен қайдан білейін? Ал, оптимистер. Кеттік, бастайық. Оптимистер деген не өзі ол? Мен қайдан білейін? Ал, жұмысқа кірсіңдер, қолдарымен күректерін алыңдар. Түсім екен ғой. Осы байлық қайда екен? Тапсаң ғой, ә. Мағаларым не істеп жүр, а? Ауылда үлкен қазына бар екенін көріп тұрмын. Бірақ оның ауыл тұрғындарының ешқайсысы қайда көміліп жатқанын білмейді. Біздің ауылдың тұрғындары білмейтін шығар. Бірақ қаладан келгендер бәрін білетін секілді. Ей, мен күректерді күні бойы іздеп жүрсем сендер екен ғой. Иә, бізде. Оны мен не істедіңдер? Жарайды.
Ендеше былай істеңдер. Анау қораның артында барып, бір шұңқыр қазыңдар да, мына қоқыстарды соған көміп тастаңдар. Жарай ма? Жарайды ата, ертең қазамыз. Жоқ, ертең емес. Бүгін істейсіңдер. Бір нәрсені істеуге ең ыңғайлы уақыт кеше менен ертеңнің арасындағы уақыт деген. Яғни, дәл қазір. Бүгін істейтін тірлікті ертеңге қалдыруға болмайды. Ертеңгіні әрі күнге қалдырма деп Альфонс айтқандай ғой ата. Мен Альфонсыңды білмеймін. Бірақ біздің қазақ бала 7-ге келгенше жерден таяқ жейді дейді. Ал 30-ға келген бала менен таяқ жейді дейді. Болды ата. Қазамыз. Қазір. Болды. Қазып тастаңдар. Осы жер болатын шығар. Енді қоқыс тастайтын жер таңдап жүрмей шығармыз. Болады осы жер. Басар. Топырағын алысылақтар. Кетші. Қарным ашып тұр мен. Бар тамақ ішіп келем ғой. Тамаға төгілмесе болды ғой. Кеттім. Тоқта? Қайда? Тамақ ішіп келем. Ой, арам тамақ. Мейші, сен қас? Тапқан екенсің ақымақты. Мен де барам. Жүр онда. Аманаты жоқта тез ішіп алайық. Бұйырған кетпес, жүгірген жетпес. Дұрыс. Жарайсыңдар. Жұмысты істеп бітіргеннен кейін жақсылап тұрып тамақтанғанға не жетсін, ә? Ата, біз енді қазып... Көрдім. Қазып қойыпсыңдар ғой. Қазып қойыппыз? Иә. Сол тереңдік жарайды. Енді таңертең ертерек анау қоқысын бар жерге көміп тастаңдар, жарай ма? Ал, жақсы. Астарың дәмді болсын. Мәссаған. Еңбек етсең ерініп, тояды қарның керіліп деген осы екен ғой. Сондай мақал бар ма? Бар. Бүгін шықты. Қарада тұр, бәрібір табам. Осылай отыра береміз бе? Маған бәрі. Айттық қой ана екеуіне, біздің ауылға адам көп келмейді деп. Мен де айттым, мына ғимараттың иесінің жолы болмайды деп. Бірақ бізге не? Ақша жүрсе болды емес пе? Алматы Шымкент қашан жүреді? Келеті уақыт оқ болды. Кішкене күте тұрайық. Қара. Біздің клиент сияқты. Қойшы. Қазір көресің бе? Алматы Шымкент па? Иә. Тоқтады. Саламалейкум жігіттер. Не жер жұмыс істейді ма? Сонымен жұмыс істейді ма, істемейді ма? Иә, істейді. Ой, істейді, кіріңіз. Болды, онды қазір келем. Құрметті жолаушылар, осы жерде бір жарты сағат тамақ ішіп алайық. Өз-өзім уақыт ұстамай, тез жылдам қоймаймыз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Сіз ана ішкі бөлмеге кіре беріңіз. Бізде жүргізушілерге тамақ тегін. Тек қана бізге кетіп тұрсаңыз болды. Болды, түсінікті. Жақсы, рахмет. Рахмет. Ал, клиент келді.
Қалған енді ана жұмысшылар жалғастырады. Біз осы көңіл күймен барып, аманадан шаруасын тындырып тастайық. Кеттік. Салмады. Ұстап салсашы. Жаман жыл. Анамыз. Онды сән. Сала. Кәдімгідей ауыр, ә? Не? Дұлы жүр ғой. Мынау кәдімгідей ауыр. Не бұл? Тастай саламыз ғой? Тастай салшы ішіне. Сендер тапқан байлықты қайтып көмейін дедіңдер ма? Бұл ауылда менен ештеңе жасыра алмайсыңдар. Асат, бұл ауылда қоқысты көметін қызық екен, ә? Қанды темірден жасап қоймайын мұны, 4 бұштық. Қоқысты көтін ба? Шаршып күтті. Арнай көлікте жоқ. Ең бастысы ата риза болатын болды. Тазалап біттіге бәйдер. Аманада бір риза болатын болды. Не іздедіңіз, ата? Жаңа мен жерде менің қоңыр чемоданым бар еді. Ішінде инструменттер бар еді. Қайда кетті, я? Ата, біз қоқыстың бәрін төктік қой. Дұрыс болды. Әйтпесе бұл жерде аяқ алып жүре алмайды еді ғой. Бұл жердегілердің бәрі қоқыс сияқты еді ғой. Қоқыс қой бәрі, қоқыс. Ей! Сонда менің қоңыр чемоданымда қоқыс болып кеткені ме? Ha? Ата, Арман қоқыс болып кетті. Көрсетейін мен сендерге. Бір чемодан үшін соншама ашуланып, жай чемодан ғой, бір Дольче Габбана емес. Габбананы көрсетемін мен сендерге. Қазір қазып береміз. Тағы не болып қалды? Дәулет? Қалайсыздар? Ей, сен мұнда не істеп жатырсың? Анда-санда жер қазғанды ұнатамын. Жақсы болды ғой, келесі жолы қоқыс көметін кезде сіз шақыратын. Сонда мына қоқыс па? Жоқ, қазына! Сізде алтын екенде ойлап қалдыңыз. Ей, Дәулет, маған анау Габбана қоңыр чемоданымды берші бері. Әкел. Бұл не? Бұл ма? Бұл менің инструменттерім ғой. Мына екі жүгермек қоқыстан бірге көміп жіберіпті. Сен қаза бер. Асықпай, бабымен қаза беріңіз. Ақыры оны отатын кәсібіңіз екен ғой. Біраз қазсаңыз кішкене су шығудан мүмкін. Жер. Тегін су. Келесі жолы қоқыс жинағаны тағы да шақырып тұрамыз. Міне ата,
Біздің кешен осы. Әзірше қолдан келген тірлік осы болды. Дегенмен де бәрі біз ойлағандай болып жатқан секілді. Бәрекелді. Арман екеуміздің бірігіп жасаған бизнесіміз осы енді ата. Бәрекелді, дұрыс. Жарайсыңдар жігіттер. Біздің ауылға да аудан орталығынан өтетін автобустар келетін болған ба? Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Береке бірлік, байлық, бақыт деген осы балаларым. Ата, есіңізде ме ең бірінші рет кездескенде? Арман екеуміздің басымызға бытыраны үйіп берем дегеніңіз. Қайдан білейін айналайын. Қораға кіріп алып қойды құшақтап жатырсың ғой. Оны мен ғой сізге айтып берген. Ата, сіздерді қонаққа шақырамыз. Ішке кірейік, шай ішейік, тамақ ішейік. Қайда? Ішіне? Асханаға. Асханаға ма? Жүрдік. Мынау көлік жуу. Мынау қонақ үй. Ой, бәрекелді. Мынарада бір-екі сусын жетіспейді ғой. Біреу ұрлап кетіпті. Айттым саған қарап жүр деп. Жалақыңнан ұстаймын. Иә, есімде. Айтпақшы, Сандуғаш апайға айтқан лотерея өтті ме? Ой, жоқ. Сандуғаш апа нағыз алаяқ екен ғой. Өзің өткенде айтып ең ғой. 5-6 деген санда шықты деп. Сандуғаш апа өтіп кеткен аптаның лотересінің сандарын айтты ғой. Оныстағы 600 теңге тұрады. Қой. Сандуғаш апаға бармаған шығарсыз? Жоқ, ей. Әйтпесе оған мен сияқты бас демейтін аңқаулар ғана барады. Жоқ, мен жынды емес шығармын. Мен ондайға сенбеймін. Қой, кеттім мен. Ауылға жүрі десем, менімен барасың ба? Куә боп өмірдің ағым мен қарасына. Бірде бар, бірде жоқ, самылын қалың адам жүреді тынымсыз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалдеке, қалай? Жағдай қалай? Жақсы ба? Өзіңіз қалайсыз? Шүкір. Әбеке, күрек бере тұрасыз ба? Осыдан 2 ай бұрын алған балта қайда? Сол балтаны қазып алайын деп едім. Күрек бере тұрмызшы. Анау сарайда тұр. Барып өзің аларсың сөйден. Не қой әлгі, Қалдеке? Бергіш. Сен ылғи түсімде көргендерім өмірде орындалып жатады деуші едің. Шынымен солай ма? Орындалғанда қандай? Орындалады. Бірақ бәрібір де емес. Мысалы,
Қарызды ақша алғаным, оны төлей алмай жүргенім орындалады. Қалған орындалған жоқ. Мен де болса, түсте көргеннің бәрі орындалады екен десем. Немене, түс көрдің бе? Иә, бүгін таңертең сол түсімнен терлеп ояндым ғой. Терлейтіндей қандай түс ол өзі? Енді үйде қонақтар бар екен деймін, ет асылып жатыр. Барлығы бізді құттықтап жатыр екен. Не деп құттықтап жатыр? Менің жасым болса келіп қалды. Қасыма серік керек дегендей. Сол түсімде үйленіп жатыр екен. Мынау, сіз бе? Иә, мен үйленіп жатырмын. Айтпақшы, жеңгей қай жылғы екен? Кечер, саған әңгіме айтып отырған мен ақымақ. Сырымды айтып отырсам бұған. Әбеке, ренжімеңіз. Мынау енді негізі түлкінің тезегі демей ме? Жай айтқаным ғой. Білем ғой. Сонда да жай сұрағаным ғой менің де. Кім біледі? Мүмкін бүгінгі түсіңізде ажырасып қаларсыз, ә? Бар ше ары. Ой, оңбаған. Әйтеуір бизнесіміз алға басып, табысымыз да артты. Жақын арада аманатаның ақшасын да қайтарып болармыз. Бауыржан бергіш. Бізде арнайы кәуіпке арналған 2 түрлі соус бар. Ана кісіге соны неге апарып бермедің? Енді ол кісілер сұраған жоқ қой. Әр соус 400 теңгеден тұрады. Сұрасын сұрамасын ол дастарханда болу керек. Ал дастарханда тұрған нәрсеге әрқашан ақша төленеді. Түсіндің ба? Иә. Зейінсіз адам ғана артық төлейді. Есіңде болсын, бар. Кешіріңіз. Бірақ маған ең бастысы бәсті жеңу. Арманды жермен жексен қылып, қолынан түк келмейтін мойындату. Иә. Уақытша. Бұның бәрі уақытша. Жеңіс үшін бәріне шыдауға дайын. Тіпті мақсатпен уақытша бірігуге де дайын. Негізі біздің бизнесіміз тек бізге емес, ауыл тұрғындарына да өз пайдасын тигізіп жатыр. Осы бизнестің арқасында ауылдың тұрғындарына да жұмыс орындары табылды. Бір сөзбен айтқанда бәріміз де ризамыз. Тек бір адамнан басқасы. Әрине ол әкімнің орынбасары. Дәулет. Жоқ қой машинаны. Не дейді анау? Ояға тап-таза машинаны жоқ қой дейді. Есіне жоқ бұл машинаны? Жұма. Сыртын сүрте сол. Жарайды аға. Базар жоқ. Уағалейкум ассалам. Ассалаумалейкум. Қош келдіңіз. Маған 3 кауап қой еді, ішетін бір нәрсе алып кел. Қайдан жүр? Мен қайданмын? Сен шақырдың ба? Жоқ, жынды ғой дейсің бе? Жүр барып сөйлесек. Енді қалмаған осы еді. Айтпа. Қалайсыз, әке? Денсаулығыңыз қалай? Бизнес қалай болып жатыр? Ой, бізде бизнес жаман емес. Иә, жақсы. Мен келмесем, өздерің келейін демейсіңдер, иә? Кешім. Аманшылық па, әке? Менде аманшылық. Сендер келсеңдер маған, болмайды жаманшылық. О, қалай мұнау? Әмде. Пайда көз қалай болып жатыр? Оны қайтесіз? Дұрыс емес, 2. Бұл ауылда мен орынбасармын. Орынбасар. Бұл ауылда қандай движение болады? Бақылау менің жұмысым. Біреудің қалтасына қол сұғуда сіздің жұмысыңызға кіре ме? Мен тағы да қайталап айтамын.
Бұл ауылда менің рұқсатымсыз еш нәрсе істелмейді. Тіпті мынау ұшып жүрген шыбындарда мен қаласам ұшады, а мен қаламасам ұшпайды. Мыжып жоқ қыл жіберем. Тамағыңыз. Мүмкін сіз бізге жұмысқа кірерсіз. Шыбын өлтіретін дәрі көмектеспей жатыр. Қалжыңдап жатыр, базар жоқ. Бұл ауылда менімен екі адам қалжыңдасады. Біреумен, екіншісі менің әйелім. Ал бірақ мен үйленбегім. Мынандай қалжыңмен сіз өмір бақи үйленбейтін сияқтысыз. Тағы да қалжыңдап жатыр. Қалжыңдай береді ғой. Иә, көңіліңіз қалмаңыз. Тамақ ішіңіз. Көптен алсаңшы. Әңгімен тоқытыр былай. Бұл ауылда движение жасағыларың келе ма? Менен рұқсат сұрайсыңдар. Мен ойланам. Бұл ауылға қандай пайдасы бар және маған қандай пайдасы бар. Түсініп тұрған шығарсыңдар. Сонда сіздің пайдаңызды ойлауымыз керек па? Жоқ, өздерінің пайдаларыңды ойлаңдар. Ана жоғарыдағы тексеретіндермен өзім сөйлесіп қоямын. Дәке, уайымдамаңыз, біз барлығын өзіміз-ақ шешеміз. Өздерің шешетін жағдайға жетіп қалдыңдар ма? Өздерің сөйлесе аласыңдар ма? Онда дайындалыңдар. Сіз өрт сөндіргіштер, салық комитеттегілер ертең келеді, дайын шығарсыңдар. Дәке, асықпай, тамақ алыңызшы міне. Сізден 3080 теңге. Бизнесмендер, біліп алыңдар, маған бұл ауылда бәрі тегін, түсіндіңдер ма? Аға, міне келіңіз, көлігімізді жуып қойдық. Тағы да көлік бар ма? Ол 1000 теңге қосқан кезде 4580 теңге. Сендер кіммен байланысқандарыңды әлі білмей жүр екенсіңдер. Дәке, енді сау отырмадыңыз ба, дәке, кішкене? Сау, түс уақыт дегендей. Бақытгүл қызым, үйленбесем болмайды. Қартайып бара жатырмын, үйленем деді. Өй, алжыған неме. Қартайғанда өнер көрсетейін дегені ма не? Мені туы сонай. Аяған жоқпын. Бетіне айтып айтпастадым. Ата дедім, ұялмайсыз ба? Қартайған шағыңызымда көршілер бар, біз бар, ағайын бар, туыс бар. Ұят емес па мынауыңыз? Айтып оттан. Аяған жоқ. Кейін ол сосын не дейді? Бақытгүл қызым, мен жас бала емеспін. Басы өзімдікі. Біреу болам ба, екеу болам ба, үшеу болам ба, өзім білем деп қойып. Тура сөйтіп айтсың ба? Сөйтіп айттым. Ана, қошайын алайын. Ол сенің ана ағаңды 70-тен асып үйлендіген жоқ па? Ойбай! Қойш, қайта-қайта менікін айта бер. Ол басқа болады? Иә, басқа. Ол басқа жатыр ғой. Бірақ натам дұрыс емес, дұрыс емес. Мына апа автобустан қалып қойыпты. Қалай қалып қойыпты? Жолдан шаршап, көзім ілдіп кетіпті. Сөйтсем автобусым кетіп қалыпты ғой. Қашан? Білмеймін. Қайда баратын едіңіз? Алматыға бар. Алматыға? Алматының автобус кетіп қалып 1 сағат болды ғой? Ой, не дейді сұмдығы? Сізде телефон жоқ па? Болмасан автобустың жүргізушінің нөміріне? Қайдағы телефон? Мені немерелерім шығарып салған болатын. Апыра, енді қайтты ма? Енді қайтты ма? Бауыржан, былай істейші? Қалай? Апаны ішке кіргізді. Ыстық-ыстық шай бер. Апа, сіз отыра тұрыңыз ішке кіріп. Егер ары-бері Алматыға автобус шығып жатса, бірден салып жібереміз. Жарайды. Жүріңіз апа. Жарайды. Кет. Асханаға іліп қоямыз ғой, бізде ұйықтауға болмайды деген мынандай хабарландыру. Енді жетпеген сол еді. Жарайды, қойшы. Апаға болы басқа қадырып қайтеміз. Одан дана Дәулетпен қалай сөйлесеміз? Сол Дәулеттің түрін көрім келіп тұрған жоқ бар ғой. Самал! Ай, балам, мен нені? Ай, сен менің киімдердің бәрін жуып тастағансың ба не? Иә, бәрін бірге жуа салғам ғой. Bir жерге барайын деп едіңіз. Қап. Ана Бердібектің үйіне барып қайтайын деп едім де. Жарайды. Онда мен анау
Үйдегі жаңа костюмді кие салайын, а? Жарайды ата. Саламатсыз ба? Қалай, амансыз ба? Аман атам киініп дайындалып апты ғой. Бай, ей, ақылынан ал жасайын деді ма? Қартайғанда мінез шығарайын депті. Баяғыда еркектер 40-қа келгенде құтырыш еді. 60-тан асқанда ал жейін депті ғой. Аттақшы, ана үйінде өсіріп отырған. Мына түрімен немересіне қандай тәрбие бермекші? Қош, бірақ неміз бар. Бірақ шынында да біздің шаруамыз не? Білген істесін. Неміз бар? Өзін еркі қош. Білген істесін. Білген істесін. Не шаруамыз бар, е? Ойбай, сықиып киініп апты. Сонда да мынау дұрыс емес, ей. Масқара ғой мынау. Ойбай. Масқара, е? Масқара ғой. Ол күні соққанданы дәулетке. Мына жиналған ақшаның барлығын береміз бе ол ақымаққа? Береміз. Қалса, Алмасаш. алмаса басқа табыс көзін іздейміз. Сен де қызықсың. Немене бағана көкірегіңді ұрып ересе кетті? Мен оның айтқанына көнгім келмейді. Өмір бақи жүресің сосын. Табысты берсек те намысты бермейік. Намысты қайтесің? Бұл ауылда өмір бойы тұрмаймыз ғой. Ең бастысы ана Аман атаның ақшасын шығарып берсек болды. Қалғанын бөлісіп аламыз. Анаған берем. Аға? Ал. Ажар апа не істейміз? Қандай апа? Бағанағы апа автобустан қалып қойған. Ол апа әлі кетпеді ме? Жоқ, одан соң автобус келген жоқ әлі. Қазір біз жабыламыз. Не істесе өз білсін. Қалай? Қалай? Солай? Енді әрбір автобустан қалқан адамның көңілін тауып жүр екен. Әлгі қонақ үйден бір бөлме табылмай ма? Қонақ үй шақ бөлме ғой, оның өзі бос емес. Енді? Енді бір нәрсе ойлап табамыз. Сен бара бер. Баршы ол басты қатырмай. Нең бір жас болады? Не істейміз енді апан? Не істегенес? Үйге апарамыз, қондырамыз. Таңертең басқа көлікке салып жібереміз. Бол. Киініп алдың ба сен? Киіндім ғой. Жүр енді. Жүр. Айтпақшы ата, танысып қойыңыз. Мына кісінің аты Ажар апа. Біз таңертең танысқанбыз. Сендер ең болмағанда айтып қоймайсыңдар ма? Әйтпесе біздің таңертең танысқанымызды бүкіл ауыл естіді ғой. Ата біз түнде жай келгенбіз. Ажар апа автобустан кеше қалып қойыпты. Сосын далада қалмасын деп осында алып келді. Бүгін қайттан автобусқа отырғызып жібереміз. Шай ішіңіз. Рахмет. Мен болдым. Мен барып заттарымды жинай берейін. Атам уже келінді әкеліп қойыпты. Ойбай! Мынау не деген масқара? Осыны естіп, ана шалдарда үйленеміз дейтін шығар. Ойбай, ең жетпегені сол еді енді. Маған жақсы болатын еді қайта. Кеуге шығуға мүмкіндік болатын. Қош
қайдағын айт. Ей, сонымен келін қалай болды? Ай, білмеймін. Сыртынан көрдім ғой мен бүйтіп. Барғасын көресіңдер өздері. Өзіміз көреміз бе? Ай, бармаймыз ба енді? Құтты болсын айтпаймыз ба? Ойбай, енді жетпегені сол алжыған шалға барып, құтты болсын айтты қалған еді. Енді Бармаймыз. Ал, үй осы. Олай-былай жол түсіп қалса, келіп тұрыңыз. Рахмет. Көп рахмет сендерге. Автобуста ұйықтап қалсаңыз, осы үйге келіп тұрыңыз. Ал, жүріңіз. Шаңырақ құрғаныңыз құтты қондырған құсыңыз құтты болсын. Сіз әлі жап-жассыз ғой. Ата, естіп жатырмыз. Бастысы жастар Не айтып тұрсыңдар өзің? Не болды өзі, а? Түлкі түсінсем бұйырмасын. Ойбай, не болып жатыр дегеніз? Сізді құттықтап кеттіңіз ғой. Сізді? Неге? Енді сіз үйленіп жатырсыз ғой? Неге? Ойбай, мына шалдың өзі білмейді ғой. Айнаға, қалай кімге? Мына қалдыңыз. Не дейтін алар? Ойбай, екеуі де білмейді ғой кімге үйленіп жатқан. Ей, тоқтатыңдар! Өй, өңшің өсекшілер! Қайдағы үйлену? Қайдағы қалыңдық? Бұл жерде ешкімді үйленіп жатқан жоқ. Кім бұл өсек шығарып жүрген? Бақытым, сен ғой? Кешеңіз шығай. Аман ата, ренжімеңіз. Біз қуанышыңызды бөлісейік деп келіп едік. Бәрін жүгіріп шауып. Ой, ондай болып тұрады. Өткен жылы күзде естеріңізде ме? Мен жерлеу келбесіздер ғой, иә? Жарайды. Қазақ енді үйіне келген қонақты құр қайтармаған. Ана, тамақтан алып отырыңдар. Төлетіңіз. Ассалаумағалейкум. Саламатсыз ба, апа? Апа, сізді бір кісі іздеп келді. Кім? Әне күтіп отыр. О, мені кенже балам, Ержан ғой. Ой, айналайын. Олай істейміз. Қазір Дәулет боссын. Жарайды. Дәулет келсе, үндемейші. Ерегістіп қайтаймыз оны. Не айтса да мақұл дей берейік. Жарайды. Аман атаның ақша жиналғанша көнейік. Бірақ бұл сенің шешімің емес, ортақ шешім. Жарайды, болды енді қойшы. Солай болсын. Үндемесең ол. Уағалейкум ассалам, бизнесмен сымақтар. Жігіттер, мына кісі Арман, мына кісі Мақсат. Мен сіздерге жігіттер таныстырып қояйын. Сіз өрт сөндіргіш және салық комитетінің қызметкерлері. Жігіттер, мына ғимаратта заң бұзып жүрген кісілер бар. Соны тексерсеңіздер. Көңіл күйлерің түсіп қалды ғой. Уайымдамаңдар, бәрі чики болады. Ассалаумағалейкум. Ереке, ассалаумағалейкум. Қалайсыз? Біздің ауылдан қайдан жүрсіз? Ой, осында кеше апамыз автобустан қалып қойып, сол кісіні алып кетіп келді. Мынау менің апам. Сәлеметсіз. Осы апамыз пойызда да, самолетте де жүрмейді, тек автобуста жүріп үйреніп қалды. Сол кісі кеше қалып кетіп, соны алып кетуге келіп отырмын. Біздің үйге келмедіңіз ба? Ет асып жақсылап күтіп алар едім ғой. Рахмет. Арман мен Мақсат кеше мені жақсылап күтіп, бүгін шығарып салып жатыр. Рахмет айналайын. Ой, рахмет жігіттер. Оқас жоқ. Бізден көмек болса хабарласып тұрыңдар. Аудан прокуратурасына Ержан десеңдер барлығы біледі. Қолдан келген көмегімізді көрсетеміз. Әлде өзіңіз бұл кісілерге оң көзбен қарап жігіттерге сез, салық, тағы да басқа тексерушілер көп қой. Солардың алдын алып, менің атымнан мәселесін шешіп отырыңыз. Құлдық.
айтсаңыз болды. Қарайды ғой дәкең өзі. Ал жігіттер онда жарайды. Жақсы, рахмет. Жақсы. Апа сау болыңыз. Келтіріңіз апа. Жақсы, аман болыңыз. Жақсы, Ереке, аман болыңыз. Жеңшеме сәлем айтыңыз, жолдарыңыз болсын. Жақсы. Жігіттер, кеттік. Тексермейтін болдық. Арман, мен бір нәрсені түсіндім. Не? Бұл өмірде жол болушы адам болу үшін өзің адам болу керек екенсің. Иә, адам болу керексің. Негізі мына сенің жолды жабу туралы ойың өте дұрыс болды. Жоқ. Ол бастапқыда сенің ойың болды. Сенің ойың. Сенің ойың. Сенікі. Сенікі дейм. Жарайды. Ортақ ойымыз. Иә, біздікі. Пайдалы іс болды. Иә, тек қана бізге емес. Мына ауыл тұрғындарына да жақсы болды. Жұмыс көз табылды. Қандай жақсы. Осы ауылға келгелі ақша емес, адамдар арасында қарым-қатынастың қадірін түсіне бастаған сияқты. Қайтайық. Жүр. Үй, абайла. Байқасаш. Не? Ғашық болып қалдың ба не? Жоқ. Қыз емессің ғой ғашық болатын. Мойындасашы, ғашық болып қалдың ба, а? Жоқ. Балалық шақ еткенсі. Арман, мақсат. Қайдан келген білесіңдер. Өз ауылымда өзіме бағынбайтын. Бұл дұрыс емес. Ореке, ассалаумағалейкум. Қалайсыз? Ореке, бір кісілер туралы мәлімет керек еді. Бүгін тіпті қазір болса жақсы болар еді. Ауылға жүрі десем, менімен барасың ба? Куә боп өмірдің ағым мен қарасына. Бірде бар, бірде жоқ, самылын қалың адам жүреді тыным. Мінекей, жолды ашып, ауқым іске кіріскенімізге 2 айға жуық уақыт өтті. Үстіміз алға басып трассаны ашып, былайша айтқанда жолымыз ашылып кетті. Жол ашылып, ауылға қонақтар дағыла бастады. Ең бастысы түсінгенім, кез келген жерде жұмыс жасап, ақша табуға болады. Бастысы ерінбей еңбектену керек. Мақсатың анық болса, арманың орындалады. Атамыз айтпақшы, адал еңбек еткен ғана адал асқа лайық. Біздің ең басты байлығымыз, ең басты капиталымыз, ол әрине жеріміз. Ауылымыздың табиғаты, оған көзіміз әбден жетті. Сөйтіп қазір ауылда туризмді дамытуға кірісудеміз. Мінекей, 2 ай ішінде атамыздан алған берешегімізді қайтаратын уақытта келіп жетті. Атасы?
Жақсы жаңалық. Ал. Уәде. Айтқан сөзімізде тұрдық. Иә. Сіз салған ақшаны 2 есе қылдық. Ой, бәрекелді. Ой, рахмет, айна, рахмет. Дәулеттің қарызынан құтылып, бүгін бір тып-тыныш ұйықтайтын болды. Ой, бәріне соны айтсаңдаршы. Сол дәулет деген бәледен құтылсам екен өзі. Толығымен құтылатын болды. Иә. Құдай бар ғой, Құдай бар. Осы мынандай сендердей азаматты маған жолықтырғанын қарасаңдаршы. Сол Құдай бізді сізбен кездестірді. Иә. Сендер менің өмірімді қандай өзгертіп жібергендеріңді білмейсіңдер ғой. Жоқ, ата. Қайта сіз біздің көзімізді аштыңыз. Айтпақшы, Самал! Ай, Самал! Ау, ата. Қызым, мынаны қарасайшы, мынаны. Ақшаны 2 есе қылып әкелді. Жігіттер. Енді біз дәулеттің қарызынан құтыламыз. Әкеңіз болды, сап қойайын. Сап қой. Ал, ары қарай енді не істемексіңдер? Ата, жұмыс көп қой. Тірлік өте көп. Ой, бәрекелді, айналайын. Міне, дегендеріңе жетіңдер. Құдай ниеттеріңе жеткізсін. Алыңдар. Самал, қызым, мына тамағың тұз ашып кетті ғой. Әлде біреуге ғашық болып қалдың ба, қызым? Алыңдар. Самалға жетер жан бар ма? Иә. Самал ғашық болған жігіттің арманы жоқ шығар. Арман, жүр, жұмыс істейік. Иә. Тұр. Мынан өзіңіз тауыса салыңызшы. Болды. Самал, тамақ дәмді болды. Біздің бар байлығымыз жер ғой. Иә. Сол жер ғой бізді асырайтын. Табиғи байлығымызды ешкім түсінбей жүргенін қарашы. Дұрыс айтады. Мына жердің байлығы меніңкі. Дұрыс базар. Өте дұрыс. Былай. Мұнараға шебенка төсеу керек. Төсейміз. Ертеңнен бастап төсейміз. Жасай, төсейміз дей Айтыңыз. Мына қораны сырт тастау керек. Болды, сырамыз. Ертеңнен бастап сырамыз. Мына үйдің үстіне тағы да бір этаж қосып, пентхаус жасап жібереміз. Күшті болар еді. Әдем, қалай? Әдем. Әдемі? Әдем болар. Ертеңнен бастап пентхаус жасаймыз. Мұнараға. Неден о жасыл? Не ма? Жоңышқа? Қайдағы жоңышқа? Газон төсеу керек. Оны естімекші базеге? Не істейсің дегенес, тапшан жасап қоям, есіктің алдында қой жүреді. Бәрі чики болады. Қарабылаған ақыл. Чики. Не қожайынсып жүрсің? Не болды? Уағалейкум ассалам. Бастық болсаң, сен ауылға бастық шығарсың. Бірақ ауыл менен ауламды шатастырма. Менің ауламда бастық мен. Жазайын ба базеге? Базар жоқ. Ойнап жатыр. Базар жоқ. Ойнап жатыр. 2 күн ерте кеп қойыппын. Бұйырса, 2 күннен кейін бұл аулада менкі болар. Көзіңді жоғалтшы бар. Сайқы мазақ. Ататай? Не? Ататай, ауыр айтпаңыз. Ол жүрекке ауыр болуы мүмкін. Кім білет? Бұйырса, сіз менің болашақ қайнатам шығарсыз. Жоғалт көзіңді. Қазір басыңды жұлып алып, қолыңа берем. Аман ата, абайлаңыз.
Қарызды берер күні көрермін. Анау ит құсап, қыңсылап, қалай қыңсыла дейді. Осылай қыңсылап, көрермін сол кезде батырлығыңызды. Сенің қарызыңды ертеңе қайтарам, білдің бе? Барлық сомаң дайын тұр. Пайызмен бірге. Қалай? Солай, жексұрын. Қазір мен саған көрсетпейін. Басың қанды. Күні, бас аяғыңда. Қайтып менің аулыма келуші болма. Тоғалыр. Шық. Жаңаны ағылеттер. Құлыңда бар. Мәке тұрыңыз. Оймай. Шал! Бір минут уақыт берем. Менен кешірім сұрап үлгермесең, өмірің соңына шейін менің қорам таздап өтесің, түсіндің бе? Бәсе? Не бәсе? Жолыр! Ататай, өкінесің. Осы ісіңе өкінесің. Білем. Мына шалға кім деме көрсетіп жүрген. Білем. Бар, алып кәндер анау. Алаяқтарды. Олар менің кім екенімді білмей жүр екен. Мақсат, осы ісімізден нәтиже шығып кетсе жақсы болар еді. Әрине шығады. Бұл жігіттер өз істерінің мамандары. Бер қарай. Көтер! Бол жігіттер, тоқтатыңдар. Кішкене демалып, тамақтарын ішіп алыңдар, жарай ма? Шіркін-ай. Шынымен осыдан нәтиже шықса, ауылға да, бізге де пайдасы тиетін еді. Дұрыс айтасың. Не деген ақымақ болғанбыз. Егер баяғыдан бірігіп жұмыс істегенде, талай асуларды бірге асқандай екенбіз. Соны осы ауылға келіп түсінгеніміз өкінішті. Мен өкінбеймін. Қайта осы ауылға келіп нағыз құндылықтарды үйрендім. Жастықтың, өркөкіректіктің кесірі. Мен саған шынды айтайын, егер баяғыда бірігіп жұмыс істеген кезде, Билл Гейтсті екі қора болатын едік. Мақсат, мен осында келгелі қазір мұнаны қолдамайтын болдым. Мұна ауылдың ауасы емдеп тастады. Енді бар ғой. Барлық қырсықтық, сәтсіздіктің бәрі, ауру сырқаудың барлығы осымен кетсінші. Ал білесің бе, мен баяғыда тәтті жеуші едім ғой. Ал қазір жемейтін болдым. Сонда не жейсің? Нағыз ауылдың құрты. Сен анасы бар ғой. Аманатаға рахмет. Көп нәрсе көзімізді ашты. Ақша деген маңызды емес. Онда шейін бақытқа жетудің бір құралы ғана. Арман, мен саған айтайын. Егер осы ауылды бақытты қылсақ, біз бақытты боламыз. Досым. Мақсат, менің басыма бір тамаша ой келіп тұр. Ойлашы, біздің елдегі әрбір миллионер бір ауылды қолына алып, дамытса, өркендетсе, жағдайын жасса, біздің ел қалай өсетін еді? Оның үстіне біздің елде ауылдардан гөрі миллионерлердің саны көп па? Сосын мен сенімен жұмыс істеген өте қуаныштымын. Мен де. Ол біздің парызымыз. Енді жетпеген осы еді. Не істеп жүрмін тағы да? Ой, Басеке, абай. Жібер, өзім. Не болып қалды, әке? Тыныштық па? Мынау шаруа паруаларыңды жинаңдар. Қалай? Бұл жерден пайда көру заңсыз. Қалай заңсыз? Өйткені бұл жер мемлекеттікі. Ал сендер пайдаланып ақша тауып жатсыңдар. Яғни қалталарыңа салып жатсыңдар. Сондықтан болды, бітті. Кетіңдер. Осы уақытқа дейін жүріп, енді аяқ астынан не болып қалды? Бұл жерді өкімет сатуға қойған. Қанша? 300 мың. Болды, аламыз.
деп қояды дейді. 400. Аламыз. НДС, ПНДС, салық қосқанда бір 500 мыңдай болады. Аламыз. Ақы шығуына 2 ай керек. Облыс әкімінің шешіміне 1 ай, нотариусқа 3 аптадай керек. 600 мың бола ма? $. Теңге. Базар жоқ. Мен де қалжыңдап қоям. Келістік. Кеңсеме ақшамен келіңдер. Чао. Көзіңе қарап жүрсей. Болды бізге. Дәке. Ал, жігіттер, жер сіздердікі деген заңды түрде қағаз қарап шықсаңыз болады. Дәке, дұрыс қой, бірақ әкімнің қолы қажет емес пе? Болашақ әкімнің қолы болмай ма? Болады ғой, бірақ негізгі әкімдеріміз қайда? Әкім сырқат, әкім қарт, әкім уақыты келді, ол кеткенде кім орнына қалады? Ол түсінікті ғой, бірақ дегенмен... Уайымдамандар. 20 шақты жерді сатқам. Оған кепілдік берем. Ешқандай шағым болған жоқ па? Шағым жоқ. Жерді кімнің атына жазайын? Бала кезімізден келе жатқан жақсы бір әдетіміз бар еді. Я, ол менде де бар. Міне, астың өзі Мәкеңнің жолын үлкен екендігін көрсетіп тұр. Мамырсыздар. Азығы? Күрішкін әпері. Бас. Кім дедіңіз? Рахымов Мақсат Байжанұлы. Рахымов Мақсат Байжанұлы. Ал, жігіттер, жер сіздердікі. Үстіде, астыда. Деп қояды дейді. Деңіз басыға. Енді ешкім бұл жерде жұмысы болмайды. Жұмыстарыңызды істеңіздер, тек қана сәттілік тілеймін. Жолдарыңыз болсын. Жақсы. Мақұл, жақсы. Сау болыңыздар. Әкеңіз. Қалай болды? Әдем болды, басыға. Әдем болды. Мықты кетті. Ешкімге керегі жоқ жерді атасын құнына сатшы бердім ғой. Ашық ауыздар, лапуқтар. Байқамай қалды. Бергел. Ана шаруаны бітір. Анау аманата кісі болып көкірегін көтеріп жүр. Егерде ол қарыз ақшасын қайтарса, мойныма мініп алатын түрі бар. Сол себептен ана қарыз ақшаны қайтармайтын амалын жасау керек. Мен түсініп тұрсың бе? Болды. Басеке. Давай, чеки жаса. Басекем менің. Алма ағаштың гүліндей ай, текеметтің түріндей ай. Ата, көңіл күйіңіз күшті ғой? Енді қалай деп едің, қызым ау. Анау, дәулет деген бәледен құтылатын болдық қой. Иә. Айтпақшы сен, қазір тез жинал, базарға барып қайтайық, Не үшін? Ертең дастархан жасап қонақ күтпейміз бе? Не болып қалды ата? Әлде бір мейрам ба ертең? Қызым ау, мен үшін ертең ең үлкен мейрам ғой. Қарыздан құтылатын болдық қой. Әлде, осы бар ғой. Тағы да қарыз алып, бір той жасап жіберейін ба? Ата? Жай қалжың қой, қалжың қызым, қалжың. Бәтсе? Мынаны... Бар дайындалам? Иә, дайындал. Мен мынаны салып қояйын сөмкеге. Дарадай. Самал, айтпақшыдай, анау, нені?
Басы келдім мен. Не болды деймін? Бәрі чеки-чеки. Не басында? Шеші. Чеки-чеки? Ол менің сөзім. Өзіңе көп алма. Түсіндің ба? Тындырдың ба жұмыста? Я Базеке, сіз айтқандай тандырдым. Әкел. Бетіңе сүйіп алайын ба, жаным. Біздің ауылдың адамдары ақ көңіл ғой. Дұрыс. Көңілдері қандай ашық болса, есіктерді солай ашық. Айтпаңыз. Біздің ауылдың адамдарының үйінің есігінде құлып жоқ қой. Менде ғана бар, деп қояды дейді. Басеке, не? Сосын ана екі алаяқтың бөлмесінен мына нәрсені тауып алдым. Не ол? Құрылымдық карталар. Әдетте жер қойнауын зерттеген кезде осыны пайдаланады. Содан? Олардың ойы туризм емес, мұнай. Ой, сен болмайтын әңгіме айтасың. Ол әңгіме баяғыда жабылған әңгіме. Бұрындағы жабылған қазанның аузын ашпай-ақ қой. Жарайды. Басеке. Мына белгілерді көрдіңіз ба? Бұл скважиналар. Бұның бір қызығы, бүгін бұл сатып алынған жерде. Ауылға талай ғалымдар келген. Ғалымдар айтты, мұна маңайда ешқандай мұнай жоқ. Сен де енді бұлжырамай, мынау, кім еді анау? Фантазиордікі ғой мына карта. Кім еді, аты кім еді? Мұхан ба? Айтпашы атын, жыным келеді. Мұханның ба? Айтпа дедің осаған. Сол фантазиордың картасы мынау. Басеке. Не? Бұл карталар жаңа сияқты ғой. Жаңа? Дұрыстық қараңыз. Жаңа карта сияқты. Мынаны қараңыз. Жаңа карта. Міне, келесі бетті қараңыз. Міне, сызылып тұр барлығы. Мақсат, маған деген самал ұнайды. Маған ұнайды? Сен оның маған деген көзқарасын байқадың ба? Жоғын саған деген көзқарасын білмеймін, бірақ маған деген көзқарасы жақсы. Сен сонда не, өзіңді менен артық санап тұрсың? Артық санап тұрған жоқпын, кем санап тұрмын. Сен өзіңе көп болмасаңшы? Көп болып тұрған жоқ. Не, бірден айтайын деп кедің ба? Жоқ, мен айтайын дегенім самал маған ұнайды. Ореке, ассаламағалейкум. Уағалейкум ассалам, Дәке. Дәке, ана менің посылкамды алдың ба? Жоқ. Алдым міне. Алып келді. Енді Дәке, бұл сен үшін өте қымбат информация. Ашып көр. Ашып көрейін. Көр, саған қызық болады. Мұқият қара, Дәке, мұқият қара. Мына екеуі? Дәл өзі, Дәке. Қаладағы ауқатты кәсіпкерлердің бірі. Мына екеуі? Айдалаға ауылда не істеп жүр? Енді, Дәке, бұл ақпарат қымбатқа түседі саған. Ол тек шектеулі адамдарға ғана белгілі. Ішінде сенде барсың ғой. Айта берсейші. Құр қол қалдырмайын. Жарайды, құр қол қалдырмасаң айтайын. Бәс! Бұл екеуін мына жерге алып келген бәс. Бәсеке, пари. Айдаладағы ауылда 6 ай бойы тұрып, екеуі де сол жақтан шығу керек. Ақырында капитал асып түскен жеңімпаз атанып, екі адамның да бар дәулетіне ие болады. Жалпы Дәке, енді саған айтарым, сақ бол. Олар ақмақ емес. Ақмақ емес. Ақмақ емес. Жерді арзанға сатқан мен ақмақпын.
жер, мұнай. Қыз үшін екеуміз ренжісіп қалғанымызға қанша жыл болды? 10 жыл болды. 10 жыл. Арман, досым, көзіме тіке қарашы. Енді үлкен жігіттеріміз ғой. Болды, осымен доғырайық. Қояқшы. Енді самал үшін тағы да 10 жылға кететін жай жоқ. Бұрынғы әдетіміз бойынша. Ал көрейік. Сенің тойында мен ұл жолдас боламын. Әрине, сенен басқа кім? Досым, енді ешқашан ренжіспейікші. Енді біздің достығымызды ештеңе айыра алмайды. Ант етемін. Ант етемін. Армандар орындалады. Мақсаттар анық болса. Қалай білмеген, қалай сезбеген мен. Басеке, ас болсын. Өзіне ас болсын. Бәрі бітті кетті ғой. Бұлар о бастан жоспар құрмаған. Мұнай бар екен білген. Білген. Өтірік болса да жолдарын ашпаған. Иә. Туризм деп жер сатпаған. Ертең мұнай табылса, сонда кімге бұйырады? Маған деп қояды дейді. Әрине оларға. Бірақ прокуратура тексерсе, менде ештеме жоқ. Мен әкім емеспін ғой. Мен тек қана орынбасармын. Орынбасармын. Сіз жай ғана орынбасар емессіз. Әкімнің қолын айытпай салатын орынбасарсыз ғой. Мен де ақымақ емеспін. Олардың ортасында бәс бар, бәс. Бірақ олар дос емес пе еді? Бизнесте достық болмайды. Тек қана серіктестік болады. Түсіндің ба? Түсіндім. Екеуін біртіндеп шақырып кел маған. Болды. О, бауырым, кел, жоғарлат. Қош келдің. Кел, шайғас. О, әтірді өтір жүріпсің ғой. Жарайды, бірден іске кірісейік. Тезірек, уақыт жоқ. Қысқасы, кешек алған жерді қайтарып беруге тура келеді. Сау болыңыз. Мен бәрін білем. Нені? Жер, карта, мұнай. Бәрі де түсінікті. Кешірерсіз, бірақ тым кеш. Жер біздікі. Әрине, жер заң жүзінде сіздердікі. Ал қойнауындағы өнімді өндіруге сіздерде мұрша жоқ. Оны сезіп тұрған шығарсыздар. Жердің асты да, үсті де, сіздердікі де. Бұл сіздің сөз емес пе? Ол жай сөз ғой. Іс жүзінде ертең прокуратура келеді, анау келеді, мынау келеді. Содан кейін дымсыз қаласындар ғой. Ол сіздің шаруаңыз емес. Мен не деген кейін пейілді жанмын. Ана жерге небір азулы азаматтар көз тігіп жүр. Айырылып қалмай тұрған кезде маған сата салыңдар. 30 000 доллар берем. Жерді маған жазып,
Кете беріңдер. Қанша? 50.000 доллар берем. Сіз түсініп қойыңыз. Біз ол жерден қанша пайда табатынымыз білесіз бе? 100.000 доллар берем. Бізді олай құр ақшамен сатып ала алмайсыз. 120.000 доллар. Сау болыңыз. Тоқта. Макс, Мырза, дос, әлде Forbes журналының 97-ші орында деп айтсам дұрыс па? Әлде Казблок компаниясының акционері деп айтсам дұрыс па? Айта беріңіз. Мен бәрін білем. Не дейін? Біз туралы бәрін біледі екенсіз, құтты болсын. Бірақ бұдан еш нәрсе өзгермейді. Сау болыңыз, Шерлок Холмс мырза. Мен сізді жеңеме деп ойлап едім. Не? Бәс. Мен бәрін білем. Сіз ол туралы уайымдамаңыз. Ол жастықтың қателіктері. Бізде қазір барлығы осы ауылда түзелді. Яғни, бұрынғыдай өте жақын достармыз. Аз уақыт қалды бәстің бітуіне. Одан қайта жерге жабыса бермей, ақшаны алда, мақсатты ұтта жеңімпаз атансайшы. Дәулет, сіз бен біздің айырмашылығымыз неде? Білесіз, біздің құндылықтарымыз әртүрлі. Сіз үшін ақша ол құдай, ал біз үшін жай әншейін құрал. Мен үшін ең маңыздысы қасымдағы адамдар. Сондықтан да еш нәрсеге әуре болмаңыз. Сау болыңыз. Түсінші мақсат, мына жердің қойнауындағы байлықты қайтесің. Қолыңды былғап, одан қайта миллиондаған ақшаны алда жеңіске жет. Дәке, енді ондай әңгімеңіз өтпейді. Бәс деген артта қалды. Қазір біз доспыз. Ал мен мына ақшаны Арманға ұсынсам ше, ауыл келсе ше, ал сенің ұтылып қалмауына кім кепіл? Жоқ, дәке, мүмкін емес. Енді біздің арамызда ешқандай бәсекелестік жоқ. Сенікі дұрыс. Ал бизнесмен ретінде Арман сенің екесе мықты. Ондай арзан әңгімемен мен алдамай қойыңыз. Онда санша. Ол сенен мықтырақ. Іскер ретінде. Біз доспыз дейін. Қандай ақылдысың, Сенен ол мықты екенін біле тұра. Дос болып алдың. Қуысың, Жай ол менің пікірім ғой. Сенің пікіріне түкіргенім бар. Егер қаласам, Арманды 2 ұрап алам. Ұқтың ба? Жарайды. Сенікі дұрыс. Бара бер. Ақшаны ақылдырақ адамға ұсынам. Арман алады. Өйткені ол нағыз бизнесмен ғой. Сенбеймін. Ол да сенбейді. Нағыз бизнесмен ешкімге сенбейді. Өзің білесің ғой. Бара бер. Тоқтай тұрыңыз. Ауылға жүру десем, менімен барасың ба? Куә боп өмірдің ағымен қарасына. Бірде бар, бірде жоқ, самылын қалың адам жүреді тынымсыз бәсеке арасында. Менің өз үйім кең сарайдай боз үйім десеңе. Ай, ерте келіп алыпсың ғой. 5 минут бар әлі. Жақсылықтың ерте кеші жоқ. Ерте болсын, кеш болсын, мына үй менікі. Армандапсың.
Сенің алда барбап менің мойныма іліп берген қарыз ақшаң міне. Енді осыны алда, екінші рет менің аулама кіруші болма. Адам деген пенде, қарыз алар кезде ас үстіңе түсіп, ал қайтарар кезде адам менсінбейді. Ақшаңды алдың ба? Бар, батыр қараңды бар. Қанша? Бере шағым түгел, пайызы менен. Мен сізге сабан ақша емес доллармен бергем. А? Сұмдаға сабан салып беріпті. Түсіндім. Анау, мен алдандым деген айдар ғой мынау. Иә. Кім еді жүргізушілер? Марат. Еркебұлан. Дұрыс, Марат Еркебұлан. Гүл қайда? Шампан қайда? Камера қайда? Фейерверк қайда? Жоқ, болған мынаның ішінде. Базар жоқ, алдандым. Ақшаны қайтарыңыз. Жоқ, ақша болған мұнда. Стоп, антракт. Ойын бітті, ақшаны қайтарыңыз. Самал, ақша қайда? Үйде ақша жоқ. Таппадым. Не дейді? Есік ашық қалып беді. Қап, ұрлап кеткен болды ғой. О, Құдайым-ай. Аманата, ақшаңыз жоқ болса жоқ деп айтпайсыз ба? Цирк ойнатқанша. Ақша жоқ деп айтыңыз. Ата? Не болып қалды, ата? Ақша жоқ. Ұрлап кетіпті. Әрине ұрлайды. Мына үйде күн көрінген жүреді. Іштен шыққан шұбар жылан дегендей. Аузыңа ие бол сен. Ұқтың ба, Дәулет? Дәулет емес, Боранбай ол. Кім болсаң да аузыңа ие бол. Сендерге жақсылық жасаудың қажеті жоқ екен. Жақсылықты түсінбейді екенсіңдер. Үйді босатыңдар. Ей, Дәулет! Шығар заттарды. Сен адамсың ба, итсің бе, а? Бұл менің өмірім ғой. Аманата, сіздің өміріңіз. Меніңкі. Уәде. Қазір. Жүр сөйлесін. Жүр бер мені. Дәулет, тоқтар. Доғар енді. Доғар. Саған керек сол жер ма? Жеріңді ала бер. Бірақ сол жердің орнына Аманатаның қарызымен үйін кешіресің. Ұқтың ба? Ой, мынау не деген бақыт мынау? Көзіме жас толып кетті ғой. Жүрегім елжіреп кетті ғой. Болдырбыңдама. Құжаттарыңды алда көзің жоғалт. Вау, Бэтмен. Сен сонда өз жерімді өзіме тығып жатсың ба? Түсінбедім. Түсінбесең, түсіндірейін. Ол жер кешеден бері менің атымда. Қалай сенің атыңда? Құдайға шүкір. Ақыл ой түзу, адамгершілігі мол, мейірімді азаматтар бар екен. Мақсат! Мақсат? Мәке! Екіміз келіскендей, міне. Мақсат, мынау не оттап тұр? Ол ешқандай да оттап тұрған жоқ, Арман. Бұл бизнес. Түсінбедім. Түсінбейтін несі бар? Мен саған о басты айттым ғой, менімен бәстеспей қой деп. Ақыр аяғы не болды? Ұтылдың. Мен жеңдім. Сонда достығымыз қайда қалды? Сайда қалды. Досым-ау, сен өзің жақсы білесің ғой. Бизнесте, ақша жүрген жерде достық, бауыр, туысқандық деген болмайды. Яғни бұл бәсте мен жеңіске жеттім. Оңбаған! Доғар енді! Есіңді жей! Мен сені өзгердім а десем! Өміріңде бір рет болса да мойындашы. Кім мықты? Сатқын. Кім мықты? Сатқынсың сен. Екі жүзді. Кім мықты? Сен әлі мойындаған жоқсың. Кім мықты? Кім мықты демейсің? Сен мықтысың. Мойындаймын. Иә, бірақ бұл жерге Аманатаның қатысы қанша? Ол кісі сені өлімнен арашалап қалған жоқ байды. Самал, неге ойламайсың? Базар жоқ. Менің рахметім бар. Мені далада қалдырған жоқ. Үй берді, бөлме берді, нан берді,
Шай. Менің рахметім бар. Мәңіз аманат. Алыңыз. Садаға. Дайындар! Мынау не? Кім маған түсіндіріп береді бұны? Мен, аманата, мен түсіндіріп берем. Мына екеуі қаладан келген ауқатты бизнесмен, яғни миллионерлер. Бұлар кім мықты деп бәстесіп біздің ауылға келді. Экстрим! Бұлар ойнап жүр. Яғни сіздер ойыншықсыздар. Осылай. Ойыншық. Арман. Рас па бұл? Етеген, қатты кессіңдер. Болды. Мелодраманы тоқтатайық, мен сіз жалғастырасыңдар. Мен қалаға баруым керек. Ақшаны банкке салым керек. Ал сен, Арман, ертең еңбек құжатыңды алып кел. Оңбаған. Менің офисімнің еден жуасың. Оның үстіне бәстің қорытындысы. Ауфидерзейн! Сатқансың. Сау болыңдар, сәбіздер. 2 күн уақыт берем. Үйді босатыңдар, заттарды шығарыңдар. Чау! Жоғал. Ойыншық. Жоғалыңдар! Аманаты. Самал. Мен қазір барлығын түсіндіріп айтам. Жарайды. Швейцарияға билет ал. Паспорт WhatsApp-пен жіберем. Мүмкін ақшаны да WhatsApp-пен жіберетін шығармын. Жарайды. Кіріңіз. Мама мия! Тілегенің алдынан іздемей-ақ табылар. Сәке, 1-2 күн кешіктіңіздер ғой. Үйдің кілтін өзіңіз алып келген шығарсыз. Әлде не киемде көп ойландыңыз ба? Иә. Мына қолғапты іздеп қалдым. Бахалек. Ай, бахалек. Не көп? Қолғап көп. Дәлелдей алмайсың. Білемін, дәлелдей алмайтыныңызды. Өмір бойы қырсыңымыздан қалмайтыныңызды да білемін. Сондықтан осы жерде нүктесін қояйық. Не айтып тұрсың? Мен келсем. Дегеніңізге жеттіңіз. Бізді бәрінен айырдыңыз, ризасыз ба? Тек сіз тартып ала алмайтын жалғыз нәрсе бар. Ол менің намысым. Бірақ оны да сізге қиюға дайынмын. Тек атамды қорламаңыз. Так. Басынан көздегеніңіз мен едім ғой. Ал көндім. Түсінбедім. Сізге тұрмысқа шығуға дайынмын. Отырыңыз. Білбем, ерте ма, кеш па, түсінуін білбем. Шарт мынадай. Атамның қарысын толығымен кешіп, үйді де, өзін де жайына қалдырасыз. Жаным-ау, мен қалай қайнатамның ақшасын кешпеске? Әрине кешем, әрине. Бұл туралы атама ештеңе айтпай қойыңыз. Өзім жеткізермін. Құдай берем десе,
форточкадан береді дегенді естігем. Бірақ бұлай оптын береді деп ойламақпын. Ораке! Швейцарияға 2 билет, 2! Самал! Самал! Естілдің ба? Дәулет сендердің қарыздарын кешіріп, үйлерін қайтарып беретін болыпты. Я, мен күтпеген едім. Дәулеттің бойында кішкене болса да адамгершілік қалған екен. Адамгершілік? Я. Сен ол туралы айтпай қойшы. Не деген опасыз едіңдер? Я. Дәл қазір сен мені осы жерде бауыздап кетсең де жарасады. Мүмкін біз бұдан кейін мүлдем кездеспейтін де шығармыз. Мүмкін бәстесіп көреміз. Барлығы солай болған басында. Біздің мақсатымыз шынымен де осы ауылға көмектесу керек болды. Жетер, Арман. Жетер өтіріктеріңді. Мақсатқа мүлдем сөзім жоқ. Ал сен... Мен сені... Қателесіппін. Бұл да бір сабақ болатын болды. Өкінішті. Әйтсе де мен өкінбеймін. Осында келгелі бауырмалдықтың, мейірімділіктің қандай болатынын түсіндім. Ол үшін осы ауылға рахмет. Нағыз достықтың не екенін ұқтым. Ол үшін мақсатқа да рахмет. Адалдықтың, мейірімділіктің қалай болатынын жақсы түйсіндім. Ол үшін Аманат аға рахмет. Жарайды, бәрін қойшы. Ең бастысы шынайы сезімнің қандай болатынын жақсы білдім. Ол үшін саған рахмет. Арман. Я. Бұл бір қолайсыз сәт болды. Дегенмен де мен осы шақтың, осы кезеңнің мәңгілікке жалғасқанын қалар едім. Ең бастысы, дәл қазір сен менің жанымдасың. Неге бәрін бүлдіріп? Қалай енді дәтің барады бұндайды айтуға? Неге қазір? Маған қазір жоғалтатын еш нәрсе жоқ. Тіпті өтірік алдайтын да себеп жоқ. Сенің алдыңда тұрған бұл арманның нағыз шынайы бейнесі. Кеш. Арман. Бәрі де кеш. Мен енді Дәулеттің қалыңдығымын. Қалай сен Дәулеттің қалыңдығы? Сен сонда Дәулетке? Кешіктім. Жоқ, Самал, сен қалай оған тұрмысқа шықпақсың? Ол сені өмір бақи қанақ берген жоқ бет. Атаны да сені де әбден әуреледі ғой. Бәсе. Қалай ғана мейірімді бола қалды десем, қарыз үй, бұның барлығы бекер емес екен. Қарамтамақ, сілімтік. Көрсетім. Алло, мен қазір барам. Дайындап қойыңдар. Қайшы, лента, шампан. Адамдар жиналып жатыр ма?
Дұрыс. Дәулет, сенің бойыңда бір тамшы болса да еркектің қаны бар ма? Мәдениетсіз. Қалан адамдарына есік қағуды үйретпеген ба? Кет жоғал. Сенің арың, ұятың қайда? Самал сонша сергелдеңе салып, өзіңе қинап тұрмысқа шығармақпысың. Самал сені сондай жек көретін, неге түсінбейсің? Ақымақ. Самал сенен гөрі ақылды. Өзі келді. Шақыру билетін бер жіберем. Үйлену тойымызға келесің. Тойыңды түсіңде көресің. Маған азғантай ғана уақыт бер. Бүкіл қарызыңды қайтарам. Сен банкротсың. Банкрот. Бар. Мақсаттың кеңсесін еден жуғыш. Маған! Жіберіңдер! Жібер! Жіберме! Мисыз. Көзіңді ашып қара. Сен барлық жағынан ұтылдың. Мен жеңдім. Сен нөлсің. Нөл. Бүгін жеңпаз мен. Оны бүкіл ауыл, қала, әлем тамашалайды. Менің алғашқы мұнайым тамшысы аспанға пук атқылайды. Маған қарағым тамақ. Жіберіңдер деп. Алып барыңдар мені. Менің болашақ жарым Самалда амант алып барыңдар. Көрсін менің алғашқы жеңісімді. Көрсетемей саған. Кездесеміз әлі. Құрметті ауылдастар, бүгінгі күн маңызды күн. Тарихта алтын әріппен жазыладың күн. Осы сәттен бастап біздің ауылда жаңа эра басталды. Байдәулет мұнай кен орнының тұсаукесер салтанатты кеші ашық деп жариялаймын. Бүгін ұлы күн, бүгін менің күнім. Менің триумфыма куә боладың күн. Дәулет байлық баспалдағының алғашқы қадамы құтты болсын. Құтты болсын. Ай, бізге. Ай, 5, 4, 3, 2, 1. Ура! Базар жоқ, техникалық ақаулық. 3, 2, 1, тұрдым. Қазір. 1, 2, 3, бойға алып күш, аспанға мұнай ұш. Не ол? Бригадир, бергел. Барыңыз, қайда? Сен ба бригадир? Не болып жатыр? Не болды? Жоқ. Не жоқ? Мұнай жоқ. Барлық жерде су. Басын істейма маған. Мұнай керек, мұнай. Түсінесің ба, мұнай? 9 жерден тесіп көрдік. Барлық жерде су. 1000 жерден қаз, 1000 жерден маған мұнай шығарып бер, мұнай. Түсінесің ба, мұнай. Қызық, жоқ нәрсені халықты жинап, ашылу салтанатын жасап жатқан несі? Алаяқ қайда? Алып кел алаяқты. Қайда? Не қайда? Менің байлығым қайда? Менің қазынам қайда? Міне? Кәне? Кәне? Көзің көрмей ма? Көзіңді ашып қой, су ғой ол. Ол су байлық. Дәке, сіз үшін байлық ол мұнай шығар. Бірақ біздің ауыл үшін қол жетпейтін байлық ол су! Сонда мен мына жерді қазып, миллионда мына жерге ақша салып, су шығардым ба? Дәке, сіз негізі ол суды осынан 2 жыл бұрын шығару керек болғансыз. Бірақ сәті бүгінге түсіп тұр. Солай ма? Мына жерде мұнай бар дегенің қайда? Жібер. Бұл жерде мұнай бар. Тура осы жерде 2 километр терең қып қазасыз да 3000 километр Ақтауға дейін қазасыз, мұнайдан бірақ шығасыз.
Сен менімен ойнап тұрсың ба? Жоқ, дәке. Сен менімен ойнап тұрсың ба? Жинаңдарына техниканы! Жина! Ақша жоқ! Бітті! Жиналамыз. Ақша бар. Қаза беріңдер, ақша бар. Мақсат, қайда жүрсің? Қайда жүрсің? Сен 2 күн бұрын келу керексің ғой? Иә, келу керек болатын. Бірақ құбыр алу оңай дейсің бе? Бірер сағаттан кейін құбыр болады. Осы ауылға арнайы құбырлар сатып алдым. Бірер сағаттан кейін болады ағайын. Ертерек келмейсің бе? Самал, дәулетке күйеуге тиіп кете жаздады. Мықты актер екенсің. Мойындаш деген жерде күлкім көп әрең шыдап тұрды. Мен де сеніп қалдым, сенің көзің мөлт етіп жылайын деп қалған кезде. Самалды айтам, шапалақпен бір ұрып, үйге кіріп кеткен кезде мен де жылап әрең тұрдым қара жерде. Өтті ма? Өтті. Бәрің қойшы, ақша қалды ма? Ақша бар. Ардақты ағайын, бізде әлі ауылымызға жаңа асфальт салуға ақша бар. Қалай өзіңде бар? Бізде бәрі чеки. Стоп! Тоқтатыңдар. Сендер сонда бұны алдын ала жоспарлағасыңдар ма? Сенің ақша алғаның, кетіп қалғаның, жер, мұнай бәрі өтірік па? Ешкімге сенбеу керек. Сіздің сөзіңіз емес пе? Дәке, бұл деген тап-таза бизнес. Кетіңдер бәрің! Неғып тұрсыңдар? Кет! Мұнай қайда? Мұнай! Бригадир қайда? Мұнай қайда? Мұнай қайда? Немене гарзамат тұрсыңдар? Құрметті ауылдастар, көптен күткен суларыңыз құтты болсын. Самалжан. Ау? Енді шаруашылықтың барлығын өзіңе табыстаймыз. Иә. Есеп-қисепті дұрыстап жүргізер ме? Оның бәрін дұрыс жүргізем ғой, бірақ сендерсіз қызық емес болады ғой. Ата, не ол? 1 теңге ғой. 1 теңге? 1 теңгеге бола сонша елгеніңіз не? Иә. Әлде ақша керек пе? Мәселе онда емес. Бір жағынан қарасаң, бұлай жерде жатқан 1 теңге. Ал екінші жағынан қарасаң, ел таңба. Ел таңба, ту. Қазақ деген елдің таңбасы. Тұтас бір елдің намысы ол. Ал мен елімнің ел таңбасын ешкімге таптатпаймын. Түсіндім ата. Бәрін де түсін. Иә. Сондықтан да қайда болмасаңдар да елдің туын биік ұстап жүріңдер. Рахмет, ата. Сендерге рахмет. Ауылымызды әбден өзгертіп жібердіңдер. Жоқ ата, қайта керісінше. Біз ауылды емес, ауыл бізді түбегейлі өзгертті. Жоғалғанымыз табылып, көп нәрсеге көзіміз ашылды. Ал, балаларым, ақшаларыңды жоғалтсаңдар да, адамгершіліктеріңді жоғалтпаңдар. Жақсы. Ал, аман болыңдар. Сау болыңыз. Сізге көп рахмет. Аман болып тұрыңдар. Аман болыңыз. Ауырмаңыз. Жақсы. Жолдарың болсын. Сағынатын. Ата. Ау. Біз ұрымыз. Айттым ғой мен. Ал, біз жүрейік. Болды. Барыңдар, жолдарың болсын. Біз әлі келеміз. Келіңдер.
Сонымен, мырзалар, 21:30. Яғни, бәстескен сәттен бастап тура 6 ай өтті. Пари мерзімін жабық деп жариялаймын. 6 ай мерзім ішінде жеткен жетістіктеріңіз бен тапқан табыстарыңыз аз емес деп ойлаймын. Қалғаны есептің құзырында. Бұл бәсте жеңген адам бәріне ие, ал жеңілген адам барлығынан айырылады. Білесіздер ғой. Ендеше қорытындылайық. Арман, осы мерзім ішінде тапқан табысыңыз. Қателеспедіңіз бе? Мұнда түк жоқ қой. Жоқ. Қателескен жоқ. Менің табысымда 0 теңге деп есептей беріңіз. Неге олай? Өйткені мен барлық қаражатымды ауылға салғанды жөн көрдім. Ендеше бәстің жеңімпазын құттықтауға рұқсат етіңіздер. Мақсат мырза, тапқан табысыңыздың таза сомасы 0. Бұл қалай? Солай Алтеке. Мен де тапқан табысымда ауыл шаруашылығына жұмсауды жөн көрдім. Демек, екеуіңіз де жеңілдіңіздер. Жоқ, Алтеке. Қайта екеуміз де жеңімпаз атандық. Иә. Ауылға не үшін бардыңдар онда? Біздер ауылға бәстесу үшін емес, достасу үшін барғандаймыз, Алтеке. Есеп 0-0. Достық жеңді. Армандар орындалады. Мақсатың айқын болса. Бірақ, қадірменді мырзалар, бұл бәсекеде тағы бір жеңімпаз бар. Дүниеде бекер еш нәрсе жоқ. Тіпті сендердің керек уақытта қажетті жерден табылып, бәстескендеріңіз де кездейсоқтық емес. Түсінбедік. Бұл бәсекеге сендердің кандидатураларың жайдан жай таңдалып алынған жоқ. Кандидатура? Сонда не бұл бәс алдын ала ұйымдастырылған болып тұр ма? Бізде бәрі аяқ астынан болмап еді. Мақсат бастарыңды қосу еді. Ал ары қарай мінезбен темперамент өзінікін жасады. Сендердің сол ауылға тап болғандарын кездейсоқтық деп ойлап тұрсыңдар ма? Жоқ, Алтеке. Жұмбақтамаңыз. Кім ол? Жауап біреу. Қалай? Айнұр. Айнұр. Сәлем, жігіттер. Сәлем. Сәлем. Ал, мен сендерді оңаша қалдырайын. Арман, ауылға барып ауруыңнан айығыпсың ғой. Түк түсінсем бұйырмасын. Қалай бұл сонда? Қаншама жыл өтті. Бірақ осы уақытқа дейін екеуің араларыңа араздық салғаным үшін қатты қиналып жүрдім. Бір арманым екеуің достастыру болды, арманым орындалды.
Аха, сен түк түсінсем бермей. Алтай Мансурович, біз ауыл. Қалай сонда Айнұр бардығын түсіндіріп айтып берші? Иә. Ол ауыл менің ауылым. Менің әкем туылған ауылы. Әкем қанша жыл сол ауылға еңбектеніп, бірнеше жыл бұрын сол ауылдың әкімі атанды. Содан? Сонда... Иә, Серік Сүлейменұлы бая. Сіз? Менің әкем ауылдың әкімі. Түк түсінсем бермасын. Айта берші. Сол ауылға жан тән салып, талай нәрсені жоспарлап қойып еді. Бірақ аяқ астынан сырқаттанып, бірнеше ай болып төсек тартып қалды. Бәсе, сол ауылдың әкімі қайда деймін? Сөйтіп оның орнына оңбаған Дәулет отырып алды. Дәулет? Орынбасар? Иә. Кейіннен әкеме қастандық жасалғаны анықталды. Күмәнім жоқ, ол Дәулет. Ал... Біздің қатысымыз қанша? Иә. Әкемнің жоспарларын бәрі құлдырап кетті. Ауылға бір жаңа леп беретін күш керек болды. Ал сендердің іскерлік екендеріне күмәнім болған жоқ. Сонда біз ана ауылға... Иә, тәуекелге бел будым. Әрине, сен оны да ақтадыңдар. Ренжімейтін шығарсыңдар, иә? Айнұр, сен бар ғой. Сен бізді қандай бақытқа жеткізгеніңді білесің бе? Солай ма? Иә. Мен осы уақытты көп күттім, Айнұр. Шын айтамын, 10 жыл бойы күтіп өттім. Кішкене қол үзіп тұрмын. Саспа, айт. Қорқпа. Айнұр. Ертең боссың ба? Иә. Ендеше қой кезегіне бірге шығамыз. Жарайды. Базар жоқ, оянатын ғой. Базар жоқ. Ең бастысы армандар орындалады. Мақсатың айқын болса, барлығы да мүмкін. Қазақстандағы әрбір миллионер қарамағына бір ауылды алса, дамып кетер медік. Не дегенмен, елімізде миллионерлер саны ауылдың санынан көбірек сияқты. Ойланып көріңіздерші. Ауылға жүру десем, менімен барасың ба? Куә боп өмірдің ағым мен қарасына. Бірде бар, бірде жоқ, самылын қалың адам жүреді тынымсыз бәсеке арасында. Ауылға жүру десем, менімен барасың ба? Куә боп өмірдің ағым мен қарасына. Бірде бар, бірде жоқ, самылын қалың адам жүреді тынымсыз бәсеке арасында. Толқындай тулаған тынымсыз күндерім ай, сынаптай сырғып жатқан мазасыз түндерім ай. Сағым боп көрінді алыстан мұнарланып, өзіңе жете алмай адасып жүргенім ай.